Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сандық сипаттамалары бойынша кішігірім есептер түсіндірейік. Қараңыздар, мына жерде А бағаны, мына жерде Б бағаны, мына жерде А колонка, мына жерде Б колонка. Сандық сипаттамаларында бізде 60 сұрақ болады, 30 минут беріледі. Получается, әр сұраққа 30 секунд деген сөз. Бұл жерде біздің қабілетімізді тексеретін сынақ. Біз жылдам есептеп, әрі оны салыстырып үлгеруіміз керек. Енді қараңыздар, мынау А бағаны егер үлкен болса, Б бағанына қарағанда жауабымыз А болады. Егер Б үлкен А болса, ол кезде жауабымыз Б болады. Егер екеуі тең болса, жауабымыз С болады. Егер ақпарат жеткіліксіз болса, екеуін салыстыра алмайтын болса, ол кезде жауап Д болады. Кеттік. Қараңыздар, мына жерде әріп x-дің квадраты, мына жерде модуль x-дің квадраты. Осында әріп болған кезде бізде минус сан, плюс сан және 0-ды қойып көрсек болады. Минус 1-ді қойып көрем, плюс 1-ді қойып көрем, және 0-ды x-дің орнына қойып көремін. Минус 1-дің квадраты бәрібір 1, модульден бәрі сол 1 шығады. 1-дің квадраты 1, 1-дің квадраты 1, 0 болса 0-дің квадраты 0, 0. Значит, екеуіне екен, тең екен. Жауап не болады? С болады. Ары қарай. Мына жерде минус 4, жақшаның ішіне минус 2-ның квадраты. Минус 2-ні минус 2-ге көбейтсем, ол 4 болды. Бұл жерде 4. Ал минус 4, мына жерде 4 қайсы үлкен? Б үлкен, жауап Б болады. Ары қарай. Мына жерде x плюс 1 тең 5-ке, бұл жерде x табу керек. Ол x деген не? Ол 4. Мына жерде плюс өтсе 14, 7. Сол кезде Б дұрыс болады, Б үлкен. Ары қарай. Мына жерде x көп, мына жерде минус x көп. Әріптік осынан жағдай болған кезде неге қоямыз? Плюс 1 сан, минус 1 және 0-ды қоямыз. Енді 2-ні қойып көрейін. Плюс 2-ның квадраты 8. Мына жерде плюс 2-ның көбі 8, бірақ алдында минус бар, минус 8. Значит, мына жерде егерде бірінші жағдайда 8 бен минус 8 болды. Екінші жағдай, минус 2-ні қойса, минус 2-ның көбі минус 8, минус 2-ның көбі минус 8, бірақ алдында тағы минус болғанда плюс 8 болады. Мына жерде енді екінші жағдайда мұнау минус 8, мұнау 8. Бірінші жағдайда мұнау үлкен, екінші жағдайда мұнау үлкен. Осындай кезде біз не істейміз? Бірінші жағдайда мұнау үлкен болды, екінші жағдайда мұнау үлкен болды. Ол кезде жауап не болады? Жауап Д болады. Енді мына жерде минус болсын, плюс болсын, квадрат всегда не болады? Плюс болады. Мына жерде мұнау плюс болғанмен алдында минус бар. Осы кезде всегда квадрат үлкен болады ғой деп, мынаны үлкен деп қойға болмайды. Өйткені 0 деген бар еще. Мынау 0 квадрат 0, мына жерде 0. Ол кезде 0 болған кезде екеуі тең болады. Ал қалған жағдайдың барлығы мынау үлкен болады. Бізде кейде тең, кейде мынау үлкен болып тұр, ол кезде жауап Д болады. 4 бұрыштың ауданы, 3 бұрыштың ауданы. Бұл жерде не үшін? Өйткені екеуінің размерлері берілмегендіктен салыстыра алмаймыз. 40-тың 20%, 20-ның 40%. Енді біз сіздерге бір лайфхак. Бір санның какой-то проценті сол санның наоборот ордар ауыстырса екеуі тең болады. 40-тың 20% ол 8, 20-ның 40% да 8. Екеуі бір-біріне тең. 4-тің 4 дәрежесі, 4-тің 6 дәрежесі. 4-ті 4 рет өзіне көбейтсек, және 4-ті 6 рет өзіне көбейтсек, қайсы үлкен болады? 6 рет көбейткен не болады? Үлкен болады. 3-тің көбі 8, мынау 9. Қайсы үлкен? Мынау үлкен. 3-тің көбі бізде 8, 3-тің квадраты 9. 9 үлкен. Любой санның нөлінші дәрежесі ол 1-ге тең. Любой санның бірінші дәрежесі сол санның өзі. 2-ге 1-ді қоссам 3, 3-тің 4-ші дәрежесі ол 81. Мына жерде 4-тен 3 азайтсам 1, 1-дің любой дәрежесі бәрі 1. Мына жерде А, мына жерде Б, мына жерде Б. Енді қараңыздар, мынандай жағдайда
мысалға 12-ні 3 көбейту плюс 7-ні 12 көбейту. Қарасаңыздар, мына жерде 12 мен 12 бірдей ғой. Оған қарамай жауап тұрамыздағын 3-ке 7-ні қосам 10, 12-ні 10-ға көбейтсем, мына жерде 120. 25, 2-ге бірдей жауап тұрамын. 10-нан 9-ға айтам 1, 25-ті 1-ге көбейтсек 25. Сол кезде не болады? Жауап А болады екен. Сандық сипаттама деген осы. Екі бағаны салыстырамыз. Тез есептеу керек бізде. Бұдан 60 сұрақ 30 минут беріледі. Жақсы, келесі есептерде жолыққанша. Давайте, бай-бай.